соғыс кезінде трактор айдаған қазақ қыздары аз болған жоқ. Солардың 30% бала таба алмай қалды. Осыдан кейін ауыр жұмысқа қыздарды жеге алмаймыз. Рұқсат болса, мен кеттім. Айтпақшы, сіз мемлекетімізде мектеп бітірген жастарды қалаға барып білім алсын депсіз. Ал біздің мына республикамызда шопан тапшылығы тұнып тұрған білесіз. Мұныңызды қалай түсінуге болады? Егер бәрі қой бағуға кетсе, қаламызды кім тұрғызбақ? Бегалаға, бұл сіз бе? Менің атым Жанайым. Менің арманым қойшы болу. Неге, Жанайым, неліктен? Сенің арманың ол емес еді ғой? Менің әкем 100 қойдан 120 қоза алған. Мен де сол сияқты болғым келеді. Жанайым, неліктен ол сенің арманың? Міне қарашы, мына газетте жазылған. Қойшыға тұрмысқа шықсаң, түптің түбінде қойып ағасың. Сонда мен өмір бақыт қойшы болам ба? Жанайым, болдым. Әкем! Мен Сен менің қызымның миын олап не істеуішсің? Сен деген қойларды қайтармағансың. Әке, мен Оқусыңыз. Әке, менің де арманым бар. Мен де оқығым, жазғым келеді ғой. Сенің арманың мен сияқты қойшы болу еді ғой. Жоқ, менде де арман бар. Мен де жазғым келеді ғой. Мен де бір мамандық иесі болғым келеді ғой. Әке! тұтас қазақ елінің намысын қорғауға бара жатқанда ол киімі жарамас, киімін әзірлендір. Аға, мені сайыстан алып тастады. Менің орныма өзбек қызын шығарамыз деп жатыр. Енді не істейміз, аға? Гүлжан? Мен сені түсірме. Мен барлығын сөйлесіп қойдым. Алаңсыз киімге дайындала бер. Неге өзбек әлі? Неге сен ғана қазақтың қамын ойлауың керексің? Басқа да адамдар бар емес пе? Міне, осындай таяз ойлардың кесірінен қазақ халқымыз ел бола алмай жатқаны осыдан. Неліктен, Қалихан, сен маған сенбегендіктен маған басқа қазақ жұрты қалай сенсін? Сақа, бұл шәмші қазақ даласының бағына туған. Бізге оның атын жоқ қылу қажет. Ол үшін оның абыройын нұқсан келетін өсек аян мен қауесетті таратуымыз қажет. Жалал ақпарат дәл солай жаз. Өзбекәлі Жәнібековтің көкпар береді деп жаз. Бәйге шаптырады деп жаз. Оның қолдығы қоланса сасиды, аяғы шуаш, түнде қорылдайды деп жаз. Оның 4 әйелі бар деп жаз. Жоқ, 5, 6, 10 әйел деп. Қазақ деген халық көзінің алдындағы әділеттікті көрмейді. Ол айдаладағы біреудің өсегіне сенетін халық. Сын сағатын келді өзбек әлі. Сын сағатын келді өзбек. Өзбек әлі аға, сіз мені таныдыңыз ба? Мен кезіндегі қойшының қызымын ғой. Мынау Өзбек әлі Жанбеков. Ал мынау социалистік, коммунистік асқақ идеяны орындаушы нағыз қазақ. Ал мен осы қазақтың ізін жалғастырушы.